Our thoughts are real forces. Біздің ойларымыз басымыздан өтіп жатқан жағдайларға әсер ететін шынайы күш. Осы ақыл ойдың қуатын іске қосу үшін қолдануға болатын бір қатар әдістер бар. Мен саған арманыңдағы өмірге қол жеткізу үшін өз түп санаңды пайдаланудың өте оңай екенін көрсетемін. Өзіңнің ең жақсы нұсқаңды қалыптастыру үшін сені шексіз потенциал әлеміне шақырамын. Өз өзіңді тану жолына шығуға шақырамын. Кел, бастайық. Ақыл ой қуатының бастапқы алғы шарттары бұл біздердің бір-бірімізбен байланыста екендігіміз және субатомдық деңгейде, кванттық деңгейде барлығы вибрациялық энергиядан тұратындығы және біздің ойларымыздың да вибрациялық энергиядан тұратындығы. Сондықтан біз өз ойларымыз арқылы бүкіл болмыстың энергетикалық желісімен байланысқа шыға аламыз. Осы кезде сіз өз ішіңізде қалыптастырылған образдарға сәйкес келетін адамдарды, жағдайларды, оқиғаларды, үйлесімділікті саналы түрде өзіңізге тарта бастайсыз. Яғни, қайталау кезінде кез келген ой, кез келген образ қайта-қайта қайталанған сайын түп санаға өз таңбасын қалдырады. Және дәл осы кезде шынымен де қызық жағдайлар басталады, себебі түп сана саған жұмыс істей бастайды. Мұның бәрі ғылыммен негізделген, ал біз бұл ғылымды ешқашан түсінбедік. Біз өмір кездейсоқ өздігінен біздің басымыздан өтіп жатыр. Біздің өмірімізде жақсы да жаман өзгерістер болып жатады, ал кейбір адамдарда келеңсіздіктер немесе жақсы мүмкіндіктер болады, ал кейбіреулерінде олар болмайды деп ойлаймыз. Бұл мүлдем олай емес. Өмір, ғалам әрқашан саған сенің энергияңа, вибрацияңа сәйкес жауап қайтарады. Ал сенің ойларың мен сенімің, сенің энергияң мен вибрацияңды қалыптастырады да, өзге заттың барлығы қалғанмен байланысқа түседі. Бұл әрине таңғалдырады. Бұл ғажап нәрсе, бұл туралы ешкім білмейді де. Ал егер бұл туралы сен білетін болсаң, тек тұжырым түрінде ғана білетін шығарсың, бірақ онымен қалай жұмыс істеуге болатындығын білмейтінің анық.